Тұзбен емделудің 4 тәсілі. Тұз астың дәмін келтірумен қатар дұрыс қолданса емде бола алады. Назарларыңызға тұзбен емделудің 4 тәсілін ұсынамыз. Тамақ ауруы. 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз салыңыз. Осылай күніне бірнеше рет тамақты шаю керек. 1 стакан жылы суға 1,2 шай қасық ас тұзын және 4 тамшы 5% йодты қосыңыз. Ертіндіні мұрынға тамызып, ауыз арқылы шығарыңыз, яғни мұрын жұтқыншақты шайыңыз. Жөтел. Аш қарынға ертіндіні ішіңіз. 1 стакан ауыз су, 1 шымшым тұз, 1 шай қасық ас содасы. Көгеру немесе бас ауруы. Сірке суы қосылған тұз компрессы 1:1 мөлшерде араластырып, бинтті салып орап қойыңыз. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Ішіне 1 шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұз қосып жуып тастауға болады. Қол орамалдарын жуудан бұрын оны 1 уыс тұз ертілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруге таптырмас көмек береді. Құрметті көрермен, ақпарат пайдалы болса каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.